Баршаңызға қайырлы күн, достар. Мен сіздермен бүгінгі видеомда кекстің рецептімен бөлісетін боламын. Кекс өте прямо жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ең алдымен біз жұмыртқамыз бен шекерімізді жақсылап миксермен араластырып аламыз. Толық керек заттарды описаниеге қалдыратын боламын. Сол жерден қарасаңыздар болады. 1-2 минуттай жақсылап миксермен араластырып шығамыз. Араластырып болғаннан кейін сары майымызды ертіп құямыз. Және сүтімізді. Және біркелкі қылып бір араластырып жібереміз миксермен. Описаниені қарасаңыздар болады, қанша грамм сүт, қанша грамм май қосқанымда. Және де ұнымызға разрыхителімізді салып араластырып аламыз. Біркелкі қылып, аз-аздан қосып, араластырып отырып, біркелкі масса шығарамыз. Міндетті түрде кексті жасап көріңіздер. Прямо 5-ін шайын ішкен кезде де тез жасап жүруге ыңғайлы. Шамамен 10-12 кекстер шығу қажет. Сіздерде осындай кекстің формалары болса, осындай ыдыстарға көз мөлшермен салып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минут пісіріп аламыз. Міне біздің кексіміз пісті. Піскеннен кейін пештің ішінде 1-2 минут ұстағандарын үшін, өйткені ыстықтай бірден алған дұрыс емес деп ойлаймын. Міне біздің кексіміз жұмсақ, прямо керемет шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Мен сіздермен түрлі рецепттермен бөлісіп отырамын.